Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 8-ші сынып химия 44-ші параграф қышқылдар деген тақырып бойынша тақырыптың соңындағы тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Ең алдымен бірінші сұрақтан бастаймыз. Берілген қосылыстардан қышқылдарды тауып, оларды оттекті, оттексіз деп жіктеңдер. Қышқыл қалдығының астын сызып, үстіне валенттілігін көрсетіңдер. Яғни бірнеше қышқылдар берілген. Сол қышқылдарды қазір валенттілігін қойып шығамыз. Бірінші тапсырма бойынша оттекті және оттексіз HNO3 азот қышқылы 1 валентті азот, H3PO4 фосфор қышқылы, фосфор 3 валентті, H2CO3 көміртек 2 валентті. Оттексіз H-хлор, H2S, H-фтор, яғни оттексізге оттегі жоқ деген формулалар келеді. Хлор 1 валентті, күкірт 2 валентті, фтор 1 валентті. Енді келесі тапсырма бізде екінші сұрақ бізде берілген қышқылдарға сәйкес келетін оксидтердің формулаларын жазыңдар. Яғни осы бірнеше қышқылдар берілген, соған сәйкес келетін оксидтерді табамыз. Қышқыл дегеніміз сутек атомынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттарды айтамыз. Екінші тапсырма бойынша H2SO4 күкірт қышқылы, оксиді SO3. H2SO3 күкіртті қышқыл, SO2 оксиді. HNO3 азот қышқылы, N2O5 оксиді. HNO2 азотты қышқыл, N2O3 бізде азоттың оксиді. H3PO4 фосфор қышқылы, P2O5 оксиді. H2CO3 көмір қышқылы, CO2 оксиді. H2 силициум O3 кремний қышқылы, силициум O2 оксиді болып саналады. Келесі бізде үшінші тапсырмада көмір, күкірт және күкіртті қышқылдарының құрылымдық формуласын жазыңдар. Бұл тапсырма бізде 44-ші параграфтың тапсырмалары. Үшінші тапсырма бізде H2CO3 көмір қышқылы, оның құрылымдық формуласын жаздым. Бұл жерде 4 тотығу дәрежесін көрсетеді. Келесі H2SO4 күкірт қышқылы, күкірт бұл жерде 6 болып тұр. Қайдан шыққан есептейтін болсақ, -2 мен 4-ті көбейтіп 8. 8-ден мына 2-ні азайтамыз, сонда 6 болады. Ал көмір қышқылында 2 мен 3-ті көбейтіп 2-ден азайтамыз, яғни 6-дан 2-ні азайтқанда +4 болады. Келесі бізде күкіртті қышқыл бізде H2CO3. Бұл жерде күкірттің тотығу дәрежесі бізде +4, яғни 4 валентті болып тұр. Міне күкіртті қышқыл. Енді келесі төртінші тапсырманың берілген оқитын болсақ, сәйкес оксидтерді сумен әрекеттестіріп H2SO4, H2CO3, H3PO4, H2SO3 қышқылдарын алудың химиялық реакция теңдеулерін жазыңдар деген 4-ші тапсырмаға қараймыз. SO3-ке су қосқанда H2SO4 күкірт қышқылы, CO2 яғни көміртек оксидіне су қосқанда көмір қышқылы, фосфор оксидіне су қосқанда фосфор қышқылы шығады және күкірт оксидіне су қосқанда күкіртті қышқыл шығады нәтижесінде. Енді осы 4-ші тапсырманың жалғасы. 4-ші тапсырма бітті. Енді келесі 5-ші тапсырмада бізде сутекті сәйкес бейметалдармен әрекеттестіріп H-фтор, H-бром, H-йод, H2S, H2 селен қышқылдарын алудың бізде химиялық реакция теңдеулерін жазыңдар дейді. 5-ші тапсырма. Кішкене жақындатып алайын. Бесінші тапсырмада сутекке фтор қосамыз, H-фтор шығады. Сутекке бромды қосамыз.
хром қышқылы шығады. Сутекке йод қосамыз, йод сутек қышқылы. Сутекке күкіртті қосамыз, күкірт сутек қышқылы. Келесі селенді қосамыз, селен қышқылы шығады нәтижесінде. Келесі алтыншы тапсырмада бізде 3 зат берілген, яғни азот диоксиді, оттек және су әрекеттескенде бір зат азот қышқылы түзіледі дейді. Яғни 3 затты әрекеттесу арқылы нәтижесінде бір затты алу қажетпіз. 6-шы тапсырмада, яғни азот оксидіне су қосамыз, оттек қосамыз, нәтижесінде HNO3 азот қышқылы шығады. Реакцияны теңестіруді міндетті түрде ұмытпаймыз. Азоттардың алдына 4, сутекке 4 қоямыз. 7-ші тапсырма. Формулалар мен заттардың аттарын сәйкестендіріңдер дейді. Бұл жерден шатасып берілген барлық атауы мен қышқылдардың формуласы, соны бірге сәйкестендіреміз. Сіздер кестені сразу сәйкестендіріп жазсаңыздар болады, ал мен атауын, одан кейін формуласын жаздым. Тұз қышқылы H-хлор, күкірт сутек қышқылы H2S, азотты қышқыл HNO2, күкіртті қышқыл H2SO3, азот қышқылы HNO3, күкірт қышқылы H2SO4, кремний қышқылы H2 силициум O3, көмір қышқылы H2CO3, фосфор қышқылы H3PO4 болып саналады. Қышқылдарды ажырату өте оңай, құрамында сутек болса болды, оның бәрі қышқыл екенін білеміз. Ал егер алдында металл болатын болса, онда ол тұз болады. Енді келесі бізде 2 есеп берілген. Массасы 48 грамм магний, күкірт қышқылмен әрекеттескенде түзілетін сутектің көлемін есептеңдер дейді. Қалыпты жағдайда біз білеміз, 22,4 литрді аламыз. Ал бұл жерде есептің берілгенде өз айтып тұр, магнийді күкірт қышқылымен әрекеттестір деп. Ең алдымен есептің берілгенін құрастырып аламыз. Есептің берілген жазамыз. Масса магний 48 грамм. Табу керек сутектің көлемін. Реакция теңдеуін құрастырып, теңестіріп аламыз. Бұл жерде магний сульфаты және сутек бөлінеді. Берілген жазып шығамыз. 48 грамм. Магнийдің атомдық массасы 24. Енді X литр қалыпты жағдайда ал деп тұрғаннан кейін біз 22,4 литрді аламыз. X-ті табу үшін біз 48-ді 22,4-ге көбейтіп 24-ге бөлеміз. Нәтижесінде 44,8 литр. Яғни есептің жауабы 44,8 литр сутектің көлемі болып есептелінеді. Келесі соңғы есебіміз бізде натрий гидроксидінің ерітіндісіне көлемі 44,8 литр қалыпты жағдайда көмір қышқыл газ сіңірілді. Түзілген натрий карбонатының массасын есептеу қажет. Енді біз есептің берілген құрастырып аламыз. Натрий гидроксиді деген бізде натрий OH. Натрий OH есепті кішкене жақындатып алайын. Енді бізде CO2 көмір қышқыл газы берілген 44,8 литр оның көлемі. Енді табу керек бізде натрий карбонатының массасын табу қажет. Енді шешуі бойынша натрий гидроксидіне көмір қышқыл газын қосамыз, нәтижесінде натрий карбонаты шығады және су бөлінеді. Енді бізде көмір қышқыл газы 44,8 литр, қалыпты жағдайда 22,4 деп аламыз. Мына жерде астыңғы бөлігіне X-ті табу үшін біз ең алдымен натрий карбонатының салыстырмалы атомдық массасын тауып аламыз. Натрийдің атомдық массасы 23, 23-ті 2-ге көбейтеміз 46, 12-ні қосамыз, 16-ны 3-ге көбейтіп 48, общий 106 грамм масса шығады. X-ті табу үшін біз 44,8-ді 106-ға көбейтіп 22,4 литр қалыпты жағдайға бөлеміз. Сонда есептің жауабы 212 грамм. Бұл жерде яғни натрий карбонаты 212 грамм есептің жауабы шығады. Сіздермен болған Айған Зұлпиева. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Келесіде басқа да тапсырмаларды және БЖВ талдауларын есептерін салатын боламын.